Мұсылман адамның пайғамбарымыздың сүннетіне беріктігі осы қасиетті Рамазан айында анық айқын көрінеді. Неге? Себебі қасиетті Рамазан айында әрбір мұсылманға жеке бекітілген сүннет болған тарауих намазы бар. 20 ракағаттан тұратын, сахабалардың барлығы бір ауыздан иджма қылған, яғни бір ауыздан келісіп сүннет болып қалыптасқан тарауих намазы бар. Көпшілігіміз осы тарауих намазын оқыған кезде міндетті түрде жамағатпен имамның артында тұрып оқу керек, сол кезде ғана ол сүннетті орындаған болып саналады деген бізде қате түсінік қалыптасқан. Жоқ, олай емес. Егер сіз жұмыс барысымен яки болмаса қандай да бір үзілі себеппен мешітте оқи алмасаңыз да, осы бекітілген сүннетті мойныңыздан түсіру үшін міндетті түрде үйге келген кезде де немесе мешіттен тыс басқа жерде де жалғыз өзіңіз болсаңыз да, мейлі әйел болсын, мейлі ер адам болсын, осы 20 ракағат тарауих намазын оқу керек, яғни пайғамбарымыздың сүннетін орындау үшін. Енді бұл тарауих намазын оқымаса оның үкімі не болады десе, тарауих намазын немесе бекітілген сүннетті оқымаудың, орындамаудың үкімі пайғамбарымыздың кейбір шапағатынан махрұм қалады. Сіз ойлап қараңыз, ертең қияметте пайғамбарымыз өзінің сүннеттерін барлығын орындап жүрген адамдарға шапағатын беріп жатқан кезде, бір бұрышта біз пайғамбардың шапағатына зар болып қалып қойсақ, біздің күйіміз қандай болмақ? Сондықтан да тарауих намазына баршамыз шамамыз жеткенше имамның артында тұрып хатым тыңдап оқиық, яки болмаса оған шамамыз келмесе, міндетті түрде үйге келгеннен кейін де тарауих намазын оқу керек. Намаздарыңызға берік болыңыздар, құрметті бауырлар.